Махамбет Өтемісұлының Жұмыр қылыш күйі. Қазақтың әйгілі жырауы, күйші композиторы, отаршылдыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі. Осы көтерілістің жалынды жыршысы, оны қазақ хандығының соңғы жырау деп тануға болады. Бұл Махамбет Өтемісұлының өзі қолданған домбырасы. Осы домбырамен көптеген күйлерді орындаған. Соның бірі Жұмыр қылыш күйі. Баймағамбет сұлтан Махамбетті ұстап беруге әрекет жасайды. Сол сәтте Жұмыр және Қылыш батырлар араша түсіп, Махамбетті аман алып қалады. Батырлардың жігеріне тәнті болған Махамбет Жұмыр қылыш күйін шығарады.